Достар, біз қазақ тілі пәні бойынша квал-тест, яғни мұғалімдерге арналған мұғалімдердің жұмысқа кіруі үшін тапсыратын тесттің 10-шы сұрағына келген болатынбыз. Бүгін міне 10-шы сұрақтан бастаймыз. 10-шы сұрақ бізде бірінші өзгелік етіс қатысқан сөйлем. Қонақ бөлмеге жиһаз алдырды. Білемде өзгелік етіс деген біреу арқылы іске асатын іс-әрекеттерді өзгелік етіс дейміз. Өзінің аты да айтып тұр. Енді қонақ бөлмеге жиһаз алдырды, яғни алдырды, біреудің алдырған жайлы айтып тұр. Келесі 11-ші сұрақ. Көмекші сөздердің тіркесуі арқылы жасалған болжалдық сан есімді табыңыз. Көмекші сөздердің тіркесуі арқылы жасалған болжалдық сан есімді табыңыз. 40 шақты ірі қарасын ертіп жайлауға кетті. Енді болжалдық сан есім табамыз. Бірінші болжалдық сан есім дегеніміз нақты айтылмайды бір санның болжам, яғни сондай болуы мүмкін деген сияқты. Мына жерде 2-3-тен деген бұл болжалдыққа жатпайды. Ағайын 6-ау біреу бұл жинақтық, 40-40-тан бұл топтау. Енді біз 40 шақты деп болжап тұр. Сондықтан 40 шақты дегенді белгілейміз. Келесі ауыспалы өткен шақты табыңыз. Ауыспалы өткен шақ. Өткен бөлімде айтып өткен болатынмын, сіздерге барлығын түсіндіріп өткен болатынмын. Осы квал-тест мұғалімдерге арналған, яғни мұғалімдердің жұмысқа кіруі барысында тапсыратын квал-тестті біз талдап жатқан болатынбыз. Бұл қазақ тілі бойынша және әдебиет бойынша болады. Біз қазір қазақ тілін талдап жатырмыз. Өткен бөлімде осы 10-шы сұраққа дейін талдаған болатынбыз. Енді 10-нан кейін қарай талдаймыз. Менімен бірге квал-тесттен 50-ден 50 балл алып өтетіндеріңізге сенімдімін. Мен бұл тесттерді сатып алдым деп сіздерге айттым. Мен бірақ сіздермен тегін бірге бөлісейін деп отырмын. Өйткені өзім де осыған жаттап дайындалуым керек. Сіздерді де сол арқылы дайындап түсіндіріп отырмын. Енді мен әр сұрақтың ережесін талдап отырған себебім, яғни бізге дәл бұндай варианттармен келмей қалуы мүмкін. Біз ережені білсек, ол жерден де бір дұрыс вариантын табуымыз өзімізге оңай болады. Сондықтан мен көбінде солай айтып өтіп жатырмын. Енді біз 12-ші сұраққа келдік. Ауыспалы өткен шақты табыңыз. Яғни өткен шақ қазір емес, бұрын өтіп кеткен нәрсе, соның ауыспалы мағынасын табамыз. Айбол көрші ауылға атасымен үнемі баратын еді. Баратын еді деп өткен шақты айтып тұр. Мысалы, қасына отыра кетті. Бұл осы шақ. Аузы күбіліп қайта оқып шықты. Осы шақ. Бұл жолы кінәсін маңайдағы жанға сездірмеген. Осы шақ. Енді бізге өткен шақ үнемі баратын еді. Енді түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлемді табыңыз. Ақ болсаң, қараға жуыма, аққа қара тез жұғады. Түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлем. Ақ болсаң, қараға жуыма дейді. Осы сөздің мағынасын мына жерде түсіндіріп тұр. Аққа қара тез жұғады. Түсіндіріп тұр. Түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлем. Сосын түсіндірмелі салалас құрмалас сөйлемнің тағы бір ерекшелігі, міндетті түрде екеуінің ортасында қос нүкте немесе нүктелі үтір деген сияқты іспелгі болады. Бір-бірін түсіндіріп тұрған сөйлемнің екеуінің ортасында. Келесі 14-ші. Бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылатын сызықшаны табыңыз. Еңбек, өмір, рахаты. Бастауыш пен баяндауыштың ортасына қойылатын сызықша еңбек, өмір, рахаты. Енді келесі 15-ші сұрақ. Есімше тұлғалы анықтауышты табыңыз. Есімше тұлғалы анықтауышты табыңыз. Айтқан сөзді екі етпей орындаңдар.
Есімше дегеніміз қаған кен, қан кен деген жұрнақтар ғой, соны айтқан сөзді екі етпей орындаңдар. Қайткен айтқан, мына жерде анықтаушылық. Келесі архаизм сөздер қатысқан сөйлем. Архаизм дегенді білеміз, көнерген сөз. Кебеже. Кебеже. Буын үндестігіне бағынбайтын қосымша арқылы берілген қатар. Бейсана. Буын үндестігіне бағынбайды дегеніміз жіңішке мен жуан дауыстылар бірге тұр. Бағынбайтын қосымша арқылы берілген қатар. Бейсана. Каз қызым күте тұр. Сөз жазып жатыр. 18. Амоним сөздің көп мағыналы сөзден айырмашылығы берілген нұсқаны таңдаңыз. Амоним сөздің көп мағыналы сөзден айырмашылығы берілген нұсқаны таңдаңыз. Амоним әртүрлі сөз табынан, көп мағыналы сөздер бір сөз табынан жасалады. Амоним сөздің ережесін сұрап тұрған жалпы. Әртүрлі сөз табынан, көп мағыналы сөздер бір сөз табынан жасалады. Жалпы амоним деген жазылуы бірдей, бірақ мағынасы әртүрлі сөздер ғой, соны айтып жатыр. Келесі мақалды табыңыз. Мақал. Алдыңа келсе, атаңның құнын кеш деген мақал бар. Келесі 20. Кәсіби сөздер берілген нұсқа. Пышқы жом. Кәсіби деген бір ғана кәсіпке байланысты. Пышқы жом. Синоним тұрақты тіркестер қатарын анықтаңыз. Тіс жармау, жұмған аузын ашпау. Тұрақты сөз тіркесі тіс жармау және жұмған аузын ашпау. Және синоним тұрақты тіркес мынаның барлығы, бірақ соның екеуі де үндемеу деген мағынаны білдіріп тұр. Сол үшін ғой. Мысалы, қой аузынан шөп алмас, қой үстіне бозторға жұмыртқалаған деген. Екеуі де тұрақты тіркес, бірақ мынау жуас деген мағынаны білдіреді, мынау тыныштық деген мағынаны білдіреді. Екеуі екі түрлі синоним емес. 22. Қатыстық сын есім қатысқан сөйлем. Қатыстық сын есім қатысқан сөйлем. Саналы ұрпақ тәрбиелеу жолында барын салды. Саналы ұрпақ тәрбиелеу жолында барын салды. Келесі. Жіктеу есімдігінің түбір тұлғасы қай септікте толық өзгеріске ұшырайды? Барыс. Жіктеу есімдігінің түбір тұлғасы қай септікте толық өзгеріске ұшырайды? Жіктеу есімдігі дегеніміз мен деген. Мен мұғаліммін, сен мұғалімсің, ол мұғалім деген сияқты. Енді соның септігі барыс септігінде дейді. Кімге, неге деген, мұғалімге дегенде қалай өзгереді? Мейлі барыс деп жаттап алайық. Келесі 24. Үйірлі баяндаушты табыңыз. Үйірлі баяндауш. Жеңіске жеткендер тұлпары жүйріктер. Жеңіске жеткендер тұлпары жүйріктер. Келесі 25. Қыстырма сөзді табыңыз. Менің байқауымша сіз айтыскер ақынсыз. Менің байқауымша деген қыстырма сөз. Сіз айтыскер ақынсыз. Мысалға, мен не қылдым, япыр-ау деген бұлар одағай сөздер ғой. Қыстырма емес та. Менің байқауымша деген қыстырма сөз. Жайлауға. Келесі. 26 сұрақ. Жайлауға келді етістігінің түрін анықтаңыз. Салт етістік. Тұйғытсық дегенді білеміз. У деген жанақ болу керек. Бұл жерде жайлау деген түбір, у дегенді есептемейміз. Тұйғытсық у, салт етістік жайлауға келді. Қымыз сапырды тіркесіндегі етістік қай түрге жатады? Не істеді? Сапырды, сабақты етістік. Мені қымызды.